Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте жылдам дайындалатын асқабақты қуырып көрсетемін. Оңай, рецептісі де оңай, жасалу жолы да тез пісетін ыстық тағам. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек асқабақ, болгар бұрышы, екібас пияз, асқақ менде 500 грамм, жарты болгарский, екібас пияз сосын. Осыларды майдалап турап алам. Асқабақты картоп турағандай турайым. Бірінші қызып тұрған табаға, май қызып тұрған табаға болгар бұрыш пен пияз салам. Асқабаққа көп майдан қажет жоқ. 1 столовый ложка болса да болады. Бізде пияз бен болгар бұрыш сол майға қуырылса болды. Өстіп араластырамыз. Шамалы қуырылғаннан кейін тұзын, дәміне қарай. Бұрышын салам. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне укроп, петрушка қоссаңыздар да болады. Мен олай қоспадым. Асқабақты салып, араластырып қуыратын боламыз. Осылай 5 минуттай қуырамыз араластырып. 5 минуттай қуырғаннан кейін қақпағын жауып, тағы да 5 минутқа қоятын болсақ, сонымен асқабағымыз дайын болады. Өте жылдам тез піседі. Міне пісті асқабағымыз. Енді тәрелкемізге салып, столымызға қоя берсек болады. Ас болсын достар. Егер де менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей тәрелкемізге салдық. Өте иісі бұрқырап, керемет, жеңіл, оңай дайындалатын ыстық тағам.